не үшін бір ғана әрекет жасау керек, айту керек. Енді қараңыздар, бір ғана әрекет дегеніміз ол біздің видеодағы іс әрекетке шақыруымыз десек те болады. Өйткені қараңыздар, біздер видеода айтамыз, каналға тіркеліңіз, комментарий жазыңыз және де лайк басыңыз дейміз. Енді қараңыздар, неге біздер соның үшеуін айтамыз және де ондай қатты жаңағыдай просмотрға сәйкес біздер лайк та жинай алмаймыз, подписчиктер қатты қосылмайды. Сол үшін негізгі сізге қажетті ең керек функцияны айтуыңыз керек. Сол үшін қараңыздар, осы видеоны көргеннен соң, егер осы айтқаным пайдалы болса, менің каналыма жазылып қой. Болды. Қараңыздар, мен бір ғана іс әрекетке шақырдым, яғни каналға жазылуға. Ал егер мен каналға жазылып, өз ойыңды комментарийға қалдыр деп айтатын болсам, онда тағы да еще лайк бас деп айтатын болсам, адамдар қарап отқан, мысалы өзіңізді орныңызға қойып көріңіз, не істерін білмей қалады десек те болады. Яғни ананы істеймін, мынаны істеймін, ананы істеймін, жарайды деп шығып кете салады. Оларға ештеңе емес. Ал тек қана бір просьба жасасам, тіркелші, лайк басшы, әлде комментарий жазып қалдыр деген сияқты іс әрекеттің біреуін ғана айтатын болса, онда біздер осы іс әрекеттердің жасалу ықтималдылығы жоғары болады. Сондықтан сіздер де өздеріңіздің видеоларыңызда солай сынап көріңіздер. Ал сіздер осы видеоға тек қана өзіңіздің комментарий мен плюс деген санды белгіні басып беріңіз. Болды. Маған сол ғана жетеді. Сәттілік.